Султан Сәрсемәлиевті Индонезияда ұстап алды. Атырауда сарайда денелері табылған ерлі-зайыпты қарабалиндердің өліміне қатысы бар деп анықталған күдікті Ламбок аралындағы Синару ауылынан табылған. Хабар ошарсыз кетті деп халықаралық іздеуге жарияланған Султанның бұрынғы жұбайы Қарабалиндердің кіші қызы Ақбаян да сол жерде болып шықты. Кеше біздің пресс-службамыз толық, баспасөз қызметіміз толық ақпарат берді. Мен растаймын, кеше ғана күдіктілер Индонезия мемлекетінде ұсталды. Қазіргі таңда оларды алып келу мәселесі шешілуде. Және де тағы айта кетейік, қазіргі таңда тергеу амалдары белсенді түрде жүргізілуде. Сонымен қатар қажетті сараптамалар тағайындалып, нақты тиісті шаралар өткізілуде. Рахмет. Индонезияда екен қалай анықтадыңыздар? Қандай жолмен анықтадыңыздар? Осы жұмысты енді баршаңызға мәлім, халықаралық іздестіру жарияланған кезде Интерпол қызметкерлер, біздің Қазақстан полиция қызметкерлері бірлесіп, бір арнайы топты құрып, сол топтың жұмысының нәтижесінде осы екі күдіктілер қазіргі таңда ұсталды. Екеуі де күдікті ма сонда? Екеуі де күдікті. Әйелді сонда күдікті болып отыр. Екеуі де күдікті. Енді ол кісілердің маршруты белгілі ма? Индонезияға қай ел арқылы барған, қалай барған, ең болмаса осындай деректер бар ма? Тағы да айта кетейік, енді тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қазір толық тергеу жүргізіліп, тергеу аяқталғаннан кейін толық ақпарат беріледі. Жалпы Индонезиямен арада осылай азаматтарды алмастыру бойынша, ұсталған азаматтарды алмастыру бойынша бізде қандай да бір келісімдер бар ма? Бұл ел сол келісімге кіретін елдердің ішінде бар ма? Әрине, тағы да айта кетейін, осы Интерпол халықаралық полиция мекемесімен бірлесіп, біздің қызметкерлер осы жұмысты белсенді түрде атқарып, осындай нәтижеге қазір жетуде. Нақты айта алмайсыз, иә? Қазақстанға қашан келеді шамамен? Осы алып келу мәселесі қазір шешудеміз. Әйелдің жаңағы статусы күдікті деп айттыңыз, иә? Әйелдің да статусы күдікті. Жақсы. Енді екінші сұрағым, жалпы Қазақстанда мынау соңғы рет Сұлтанмен қашан көрісіп едіңіз? Декабрьдің басында айттым, келін ауырып тұр, тағы да бала кішкене ұрынып тұр балаға. Кішкене қол жұмсап тұрғасын айттым, тағы нетіп жатыр. Қазір келін Ақбаян өзінің балаларына қол жұмсай ма? Иә, сосын Диагнозына байланысты. Иә. Не диагноз оныңкі? Психический нетіп тұр. Өз-өзіне жауап бере алмай ма? Жауап бере алмайды, дірілдеп қалтырап. Сосын сіз не дедіңіз сол жағдайды көргеннен кейін? Сосын Сұлтанға тағы мына қол жұмсап тұр, балам тағы қатып шештен. Артық арам ойын болған жоқ. Жақсы, мамаға қаратайыншы, ұшқын бір той екен деді. Сосын алып кетті. 4-інде алып кетті. Осы үйден Атырауға алып кетті. Содан? Сосын 5 баласын сабаққа апарып жүрдім. Сосын 11-інде хабарластым, бір сабақ түсінбей қалды. Бір сабақтың кестесін түсінбей қалып сұрадым. Содан видеоға шығып айттым. Мына түсінбей тұр, мына сабақ түсіндіріп бере қойшы деп. Иә, мама қайсы деп. Балаларға жазғызды сабақтарын. Онда Ақбаянды көрдім, артында отыр Ақбаян. Көңіл күйі қалай? Нормально, бүйтіп отыр. Қалыпты, иә, мен айттым, тамақ ішті ме, Ақбаян жақсы ма? Жақсы, мама, жақсы. Ойымдама деді. Содан 11-інде соң қарасым, соның хабар жоқ. 11-інде соңғы хабарласқаным. Қараңыз, 11-ші желтоқсан соңғы рет сөйлескеніңіз сол болды. Қаншама әңгімені естіп жатсыз? Естіп маған өте ауыр. Қайсысына сенесіз, қайсысына сенбейсіз? Мүмкін емес ол. Ешқайсысына сенбейсіз? Сенбеймін, оның жолы барған жоқ. Балам деген қой сою білмейді, ол адам өлтіруге қол бармайды ғой дегенге кетіріп тұр ғой. Ол баласы қолымен жасаса да жасамаса да, ол құдасы мен құдағайы. Келіп көне беттері ме? Өздерінің ниеттері. Баласы қылмыс жасаса да жасамаса да, олар келіп қайғымызға ортақтасып, бірге көңілімізді бөлуге міндетті. Өйткені ертеңгері олар бір-бірімізді көреді ғой, адам мен адам кездеседі талай жерден. Ол өздерін ақталып, баласын ақтай берсін, бәрі де сөйтетін болар. Бірақ олар ақталып шыққанмен біздер қиналамыз. Олар сөйлеген сайын біз қиналып тұрық. Олардың сөздері, наоборот, біздің сүйегімізден өтетін сөзді олар кәдімгідей еркін сөйлесіп, өздерінің балдарын жақтап, шалқайып отырған сияқты. Құдағиыңызға көңіл айтып бардыңыз ба? Барған жоқпын. Мен жағдайды естіген кезде. Барған жоқпын. Мен баламмен күтіммен отырмын, балдарын аманат қылып алып қалдым өзім. Қараңыз,
балалар үшін бара алмадыңыз ба, әлде баруға бет болмады ма? Шын айтыңызшы. негізі қиындау болды. Өлім жолы ауыр ғой, негізі барғым келіп еді, осынша былай қиындау, Құдай басқа салмасын. Апа, енді сіз анасыз ғой? Балам тәртіпсіз емес, балам деген. Ондай жолға барады деп ойламаймын еш уақытта. Білем ғой мен балдарым қандай екен. Қазір Сұлтан халықаралық іздеуде Ақбаянмен, келінмен бірге. Қайда деп ойлайсыз, білесіз ба? Мен айтайын, өте қиын сұрақ екен. Құдай сақтасын, бір Аллаға аманат деймін. Бір отырған ба деп ойлаймын. Бұл баратындай мұндай қаражаты жоқ, оның алысқа кететіндей. Жоқ, емін еркін бостандықта жүр ме, әлде біреудің зынданында отыр ма сіздің ойыңызша? Отырған сияқты. Көңілім солай нетіп. Отырған сияқты деген қалай ол? Біреу күштеп ұстап отыр ма? Күштеп ұстап отырған сияқты деп ойлаймын. Кімге керек сіздің балаңыз? Келін кімге керек? Біреу ұстап тұрған сияқты. Екі ай болсын балдарына бір телефон соғуға болады ғой, бесіп қалған. 2 айдан бері дым хабар жоқ па? Жоқ, хабар жоқ. Негізі балажан ба адам, балажан. Келінге қарағанда ол балажан. Ақбаян жалпы қалай ойлайсыз, ата-анасының қайтыс болғанын біле ма? Жоқ. Нақтылап алайыншы, расымен де қалай болды жағдай деп. Мен Шалқар деген жігітке хабарласқанмын. Ағайындар жиналып, есіктің алдында тұрдық та, осы өзіміз бастап қарайықшы деп сарайға кіріп бастадық дейді. Диван бұрын басқа жерде тұратын еді, ауысқан екен. Осы жерді көрейікші, бұрын негізі басқа жерде тұратын еді, өзіміз ығыстырдық. Ығысқан астындағы неде ығысты, одан кейін астында стяжка бар екен, стяжка бұзылған дейді. Топырақ жатыр. Сөйтіп жатқан кезде, қателеспесем, құзырлы органдарында адамдар келді деген сияқты, иә. Сосын күрек әкеліп қаздық дейді. 1 метрдей қазылған кезде жұмсақ топырақ қазылғаны көрініп тұр. Ана ағамды танып қалдым дейді. Одан кейін ар жағынан жеңгемнің қолын байқадым дейді. Мен оған ары қарай дәтім бармады. Естенген ес бар екен дейді. Дәтім бармады. Сосын оны басқа жігіттердің біреу алып шыққан сияқты. Мен ана тыңдаудың өзі де маған ауыр болды. Тағы да айта кетейік, енді тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қазір толық тергеу жүргізіліп, тергеу аяқталғаннан кейін толық ақпарат беріледі. Жалпы Индонезиямен арада осылай азаматтарды алмастыру бойынша, ұсталған азаматтарды алмастыру бойынша бізде қандай да бір келісімдер бар ма? Бұл сол келісімге кіретін елдердің ішінде бар ма? Әрине, тағы да айта кетейін, осы Интерпол халықаралық полиция мекемесімен бірлесіп, біздің қызметкерлер осы жұмысты белсенді түрде атқарып, осындай нәтижеге қазір жетуде. Нақты айта алмайсыз, иә?